Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Әсел Алшоразқызы бүгінгі видеороликте соңғы 3-4 жылдың қатарында хит болған, танымал болған торт түрі Whoopie Pie тортын жасайтын боламыз. Бұл торт сондай нәзік, дәмі деген ерекше, керемет болып шығатын, сондай ауызға салсаң еритін, тіпті керемет торт түрі. Видеода қарап отырсаңыздар, осы торттың қандай жұмсақ болғанын көре аласыздар. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Мен өзімнің туған күніме жасаған болатынмын бұл тортты. Ең алғашқы рет солай жасап көргеннен бір жасағаннан керемет болып шықты. Енді сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл торттың арасындағы корждарын жасайтын кезде ең алдымен бізге 4 жұмыртқа, какао, қопсытқыш, 72% немесе 82% сары май, ұн және қант қажет болады. Какаоның орнына қарапайым қара шоколад, яғни Қазақстан деген шоколад бар ғой, кәдімгі. Соны қоссаңыздар да болады. Ең алдымен коржды жасамас бұрын сары майға, менде шоколад болмағандықтан мен какао қостым, ал сіздерде шоколад болса, шоколадты қоссаңыздар болады. Содан соң майымызды кубиктерге бөліп алып, су моншасына жібереміз. Мен алдын ала суды қыздырып қойдым, яғни өзімнің осы су моншасында істейтін затымды ішіне су құйып, қыздырып қойған болатынмын. Міне соларды араластырып тұрып, шамамен 10-15 минут аралығында дайындап аласыздар. Ол уақытта, бұл еріп жатқан уақытта 4 жұмыртқа мен қантты салып, миксермен жақсылап, әппақ болып көпіргенше араластырасыздар. Ал сары май мен какаоны да араластыруды ұмытып кетпеңіздер. Сары май енді еріп жатқанда какао астында болғандықтан ыдысқа жабысып қалуы мүмкін, себебі ол ұнтақ. Осыны ескеріңіздер, ыдысқа жабысып немесе жаман болып кетуі мүмкін. Сондықтан араластырып тұруды міндетті түрде ұмытпаңыздар, қадағалаңыздар осы. Ерісін деген мақсатпен астын қатты қойып қоймаңыздар, себебі ұнтақ болғандықтан жаңа айтып кеткенде какао жабысып ыдысқа, майды ерітпей мүмкін, майдың суымен майлығы бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін абай болыңыздар, араластырып тұруды және жай төмен отта ерітуді ұмытпаңыздар. Бізде достар, біздің инста парақшамызға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Инста желісінде мен өзімнің күнделікті жеңіл желпі рецепттермен бөлісемін. Және де осы видео ұнайтын болса, сіздерге пайдалы болса, тіркеліп лайк басып, пікірге қандай болып шыққанын торттарыңыздың жазып кетіңіздер. Өте керемет болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Мен жаңа айтып кеткенде 4 жұмыртқа мен қантты жақсылап әппақ болып көпіргенше араластырдым. Ол уақытта менің осы водяной баняда, яғни су моншасында тұрған ингредиенттерім еріп, дайын болып қалды. Мен оны сол судан алып, астын өшіріп, 30 секундқа қойып қоямын. 30 секунд тұру керек, себебі ыстық болып кетсе қатты, онда ол жұмыртқаны пісіріп жіберу мүмкін. Содан соң жаңағы сұйық ингредиенттерге қосып, жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен тез араластырып тұру керек. Ал винтик болса, одан да тез араластыруға тура келеді. Сондықтан жақсылап араластырып алыңыздар. Жаңағы какао арасында іртік болып қалмауы керек. Да електен өткізіп салыңыздар, сонда корждарыңыз биік әрі
керемет болып шығады. Содан соң ұнды міндетті түрде 3 немесе 4-ке бөліп салған жөн. Консистенциясы осындай. Менде пергамент қағазы, мен оны өзімнің табама байланысты бөліп алдым. Менде өте көлемді таба, мен сонымен бірдей етіп жасаймын. Ешқандай формаға салмаймын. Себебі біздің отбасымыз үлкен болғандықтан үлкен етіп жасау керек. Мен барлығын өзімнің көз мөлшерімен жасаймын. Ал сіздер қасықтап санап салсаңыздар да болады. Формаға салған жағдайда. Содан соң барлық заттарыңыздың, яғни істеген пейнетіңіздің обал болмағанын қаласаңыз, барлығын мұқият жасаңыздар. Видеода қарап тұрсаңыздар, мен ешқандай насадка, лопатка сондай қолданған жоқпын. Кәдімгі ас қасықпен осылай жағып шықтым. Біркелкі болғанша жағып шығасыздар. Ал пергамент бумагасын, яғни қағазын осылай майыстырып, ішіне қарай майыстырып қойсаңыздар да болады. Менен 3 корж шықты, биік, өте көлемді болды. Ал сіздерде егерде формамен кәдімге 18, 20, 24 сондай диаметрмен жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде 4-5 коржға дейін шығатынына мен сенімдімін. Сіздерге қатты ұнайды, 100% ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Корждарымызды 180 градуста 5 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Менде негізі решетка, яғни тор жоқ. Осындай корждарды астына қойып қоятын. Сол себептен де мен кәдімгі манты қазанның листісін пайдаландым. Сіздерде де болмаса, онда осылай пайдалансаңыздар да болады. Мен алдын ала қолданылған осындай пергамент қағазды тастамаймын негізі. Содан соң осы пергамент қағазына жаңағы листінің үстіне пышақпен астын жайлап алып, шеттері жаман, яғни формасы біртүрлі болып кеткен жерлерін кесіп алып, тарелканың көмегімен, яғни сонымен бірдей етіп кесіп, жақсылап кептіріп алдым. Егер сіздер табада қалдырып кететін болсаңыздар, оның асты суланып, біртүрлі болып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан осыған қараңыздар. Енді кремнің кезегінде, негізі біздің YouTube арнамызда сливкелі кремнің рецептісі бар. Бұл тортқа сливкемен жасалған крем өте керемет барады. Басқа кремдерді өзім қолданып көрмегендіктен, тек қана осы креммен жасағандықтан сіздерге осыны кеңес бере аламын. Міне мен осылай кәдімгі блендердің ыдысына осындай қағазын төсеп, арнайы осындай кремге арналған қағаз бар. Соған салып, насадкасын басына кигізіп, солай шарик шығарып, әдемілеп әсемдейтін боламыз. Әр коржды әсемдемес бұрын видеоға мұқият қараңыздар, қандай болып шығатынын барлығын дұрыстап қарап алыңыздар. Өздеріңіздің торт жинайтын ыдыстарыңызға ең астына міндетті түрде осылай кремді жағып алыңыздар. Бұл не үшін? Себебі торт жылжып кетпей, бір орында әдемі болып тұруы үшін осындай кремді ең астына жағып қоясыздар. Одан соң міне шарик шығарудың 2 түрлі әдісі бар. Бір әдісі осылай жоғарыдан төмен қарай алып келу, ал бір әдісі жай ғана осындай точка сияқты етіп кремді домалақтау. Яғни міне қарасаңыздар, видеода анық көрініп тұр деген ойдамын. Бірінші коржды істеп болған соң, екінші коржды бетіне жаққан кезде, оны міндетті түрде үстінен сәл-пәл басып қойыңыздар. Міндетті емес, негізі қатты баспаңыздар, сәл-сәл бассаңыздар, шариктері доп-домалақ болып жанына шығып тұрады. Егер де сондай болған қаласаңыздар, сәл-пәл басып қойыңыздар. Міне осылай доп-домалақ етіп, жай ғана домалақ шығаруға болады, ал одан кейін жоғарыдан төмен қарай кәдімгідей домалақ шығаруға болады. Ол сияқты да торттың негізі домалақ шығарғаны әдемі көрінеді. Қалай жасасаңыздар да екеуі бірдей көрінгендіктен екеуін де жасап көруге кеңес беремін. Мысалы, бір коржын тек қана домалақпен жасап көріңіздер, ал екінші коржын жай ғана осылай жоғарыдан төмен қарай алып келумен солай сәндеп көріңіздер, сонда да керемет болып шығады. Ал безендіруіне өздеріңіз қалаған нәрсені қолдансаңыздар болады. Мен негізі артылған кремді сәл-пәл бетіне жағып,
Содан соң өзінен қалған ұнтақты бетіне майдалап сеуіп жібердім. Яғни менде шоколад болмады, сондықтан мен осылай септім. Ал сіздерде шоколад болса, оны сары маймен араластырып, жаңағыдай водяной баняда ерітіп алып, құйып жіберсеңіздер де өте керемет болып шығады. Жаңа айтып кеткенімдей, өзінен артылған ұнтақты майдалап, ұнтақ етіп бетіне сеуіп жібердім. Ал сіздер оның орнына шоколадты ерітіп құйып жіберсеңіздер, тіпті керемет болып шығады. Бәрін жасап әсемдеп болған соң, тоңазытқышқа 6 немесе 5 сағаттың көлемінде міндетті түрде қойып қойыңыздар. Себебі егер де қатпаса крем, онда ол еріп, дәмі өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Ас болсын, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса видеоға лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел Алшоразқызы.